Дубайский шоколад жегілерге батыр, я? Я, мен жегім. Аруна, менің каналымда бар ғой дубайский шоколад қалай істелген. Сен көрмедің ба? Обязательно көрсетемін, а? Амира, привет деп қой. Не көріп жатсың? А4 клоун. Клоун? Бізге клоун келді ғой, Анеля, сен білесің ба? Қашан? Арунаны алып кетті ғой, Аруна айтшы, я? Сол клоун қайда екен, Іңкар? Мысыр? Сонымен ол не істеп алу керек еді? Достасып алу керек еді. Ол бірақта Арунаны алып кетті, білесіңдер ма? Не үшін алып кетті анау бізге? Эльфтің құлағын табу үшін. Эльфтің құлағын табу үшін бізден көмек сұраған ғой олар. Ол сөйлей алмайды. Қайда екен ол? Қайда екен? Мүмкін бізбен достасқысы келіп алып кеткен шығар. Соны қайда жүр екен да сол клоун? Может быть, ол эльфтіға барды. Эльфті тірідей көрсе ғой, я? Клоунмен достасып көреміз бе? Клоунды қайдан табамыз? Білмеймін, келу керек шығар. Күнде кешке келу керек. Түнде келеді. Уже кеш болды, я? Анча сіз айтып едіңіз ғой, ағында не деп, клоун балаларды қорғайды деп, бір баланы ұрлап кетті деп. Бәрі маньяк деп атыр ғой, маньяк деді ғой. А бірақ та осы Арунаны бізге қайтарды, ана баламен естіп қойды. Мүмкін ол жалған ақпарат болған шығар, я? Көп адамдар бас Не істейміз? Көрейік па? Шығып? Іздеп көреміз ба? Клоунды? Бізге Ахонти келді. Ал, давайте, ойнаңдар, давайте. Ойнайық, сосын үйге қайтамыз. Біз әжеміздің, атамыздың үйіне келдік. Ата әжеміз. Давай, молодец. Ей! Клоун, қашындар? Лена, бізбен ойнаймыз дейді ғой. Ей, клоун! Мынаны істейді мынау. Достасайын деп тұр ғой. Бізбен достасайын деп тұр. Мане? Ай, баш. Мынау ойнағысы келіп тұр ғой, бізге қара допты қалай лақтырып жатыр. Не істейміз? Ойнаймыз ба? Ойнайық. Клоун, сен сөйлей аласың ба? А? Маған дауыс қарлыққан ба? Я дейді, е? Қорқпайсыңдар ма? Жоқ. Ойнайсыңдар ма? Аруна? Сенің досың ғой ол. Сені алып кетті ғой, бірақ та саған тиіскен жоқ. Ау, давайте клоунмен бірге ойнайық. Давайте. Ау. Клоун, сен нормальный екенсің ғой, оказывается, ойнауға болады екен сенмен. Енді давайте сен сөйлетіп үйретейік. Ал, давайте сендер көбірек сөйлесіңдер. Клоунмен. Сұрақ қойыңдар клоунға. Сен атың кім? Клоун. Сен қаншадасың? Қаншада? Жасын білмейді екен ол. Оны үйрету керек қой онда. Қайтан сабаққа апару керек, школға. Сабаққа бармайым дейді. 20 саған. 20 қосу 20. Ойнайық дейді ал. Қарап жүр екен, клоун алып кетіп жүрер мүмкін. Ой, шошып кеттім ғой, алып кетемін. Құдай. Масқара. Сен біздің балаларды алып кетпе, түсіндің ба? Давайте ойнаңдар енді, ойнағысы келіп тұр оның. Қараңдар, секіріп жатыр. Не Аруна ойнап жатыр. Ал, ойнаңдар. Клоун, сен велосипед теуіп білесің ба? Теуіп білесің ба? Мана клоун велосипедке отырып апты. Аруна, байқа. Тағы алып кетпесін сені. Іңкәр қарап отырыңдар. Масыр қарап жүріңдер. Алып кетпесін тағы да. Ұстап алайық.
Ахонти. Ой, шляпкасын жоғалтып отыр Ахонти. О, что ойнап келе жатыр клоунмен. Балаларды қызып жатыр, иә? Иә. Қорқып жатыр. Балалар қорқып тұр. Осы мамасымен. Иә. Не істейміз, тағы клоун шақыру керек қазір. Ендеше, клоун анында келеді, аттракционда көрмеген шығарып ал. Да? Бір күні. Аттракционға қорыққаны? Давай. Ол бармаған шығар. Онда басқа балалар қорқады ғой. Қорықпайды. Ай, мынау әбден қызықты мынау клоун, иә? Иә. Клоун, сен қазір қайда барасың? Үйіне барасың ба? Иә, деді. Сосын қашан келесің? Тағы ойнаймыз, иә? Білмеймін дейді. Ертең кел, сосын кетсен Все, ойнаймыз. кететін уақыт болып тұр клоунның. Ойбай, сендер дұрыстап ойнамапсыңдар вообще. Амансыр, сендер вообще дұрыс ойнамапсыңдар клоунның. Ішім пысты дейді. Анау Айхан вообще қорықты. Айхан, неге қорықтың сен? А? Үйге барап? Все, достар. Клоун кетті. Енді сосын келеміз дейді. Короче, сендер дұрыстап ойнамадыңдар. Вообще клоунға ұнаған жоқ сендердің ойнағандарын олмен. Іші пысып кетті дейді. Енді кімді тағы да ойнатамыз? Кімді алып келеміз ойынға? Саяндарды. Мне кажется, Саяндар күшті ойнайтын сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Уже қараңғы болып кеттік. Кеттік үйге, иә? А? Кетті ол, клоун. Ахонти, клоун кетті ғой. Сен қорқтың ба клоуннан? Қорқтың ба? Ол ойнады ғой сенмен. Ахонти, ол сенмен ойнады ғой. Бұл түсінбейді, вообще ештеңе түсінбей жатыр, вообще. Ана клоуннан қорқып жүр ғой бұл.